Мен Шалабай Жантөре, Қызылорда облысы, Қазалы ауданының тумасымын. Бұл Түркияда екінші жылым Сакария университетіне. Бұл жақта оқып жатқан мамандығым жергілікті және мемлекеттік басқару. Менде түркше, ағылшынша, орысша, қазақша тілдерін меңгерген болатынмын. Бірақ неге Түркияны таңдады десеңіз, өйткені Түркия бұрынғы Совет бірлігінің мемлекеттері мен Европа мемлекеттерінің арасындағы көпір сияқты болды. Бұл жақта біздің менталитетте бар, Европа менталитетте бар. Келешекте Европаға көшкісі келетін, сол жақта тәжірибе жинап елге қайтқысы келетін адамдар үшін жақсы мүмкіндік. Қазақстан мен Түркия арасында баға айырмашылығы студенттер үшін өте көп. Мысалы менің жылдық оқу ақым теңгеге шаққанда 120 мың теңге. Мен ол 120 мың теңгеге европалық аккредитациядан өткен бүкіл дамыған мемлекеттердің жұмыс орындары қабылдайтын диплом аламын. Бұл дипломды маған қазақстандық университеттерінің кейбіреуі ғана бере алады, және де ол жақта оқу ақысы білетіңіз бойынша өте жоғары. Көп жастар Түркияға келгісі келеді, басқа да шет мемлекеттерге барғысы келеді, бірақ көбінесе қаражатым көтермейді деп айтып жатады. Бірақ негізінде мәселеге келетін болсақ, олай емес. Шетелде оқыған, әсіресе Түркияда оқыған өте тиімді. Мысалы, мен қарапайым отбасынан шықтым. Мамам мұғалім. Ол бізде мен негізінде Қазақстандық жоғарғы оқу орнына түсетін болғанмын, бірақ ең соңғы сәтте Түркияны таңдадым. Достарымызға қойылатын көп сұрақтардың бірі баға мәселесі. Түркия мемлекетінде 2 жыл жүріп, смело айта аламын, Түркияда Қазақстаннан гөрі арзанырақ. Бір оқу арзан. Мен мысалы жылдық оқу ақым 140 мың теңге. Ол 140 мың теңгеге мен европалық аккредитацияға сай бүкіл дамыған мемлекеттер жұмыс орындары қабылдай алатын диплом алам. Қазақстанда бұндай диплом бере алатын университеттер саны бір қолмен санаулы, және де оның оқу ақысы өздеріңіз білетіндей өте көп. Көп отбасылардың қаражаты, жағдайы оған жетпейді. Томерге қанша төледің, яғни түрк тілі? Түрк тілі үйрету курстарына 6 уровень болады. Ол 6 уровеньна 6 мың лира, яғни $1000 кетеді. Толық бір жыл курстарда толықтай түрк тілін үйреніп, сертификат беріледі. Ол сертификатпен әрі қарай факультетке түсіп, мамандық бойынша оқуды жалғастыра бересіздер. Ешқандай проблемасыз. Сен өзі қандай мамандықта оқисың? Мен өзім мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында оқимын. Яғни біздің тілмен айтқанда болашақ әкім. Оқу қалай, қиын ба? Оқу қиынырақ Қазақстандағы қарағанда. Өзімнің тәжірибемнен байқаған нәрсем, Қазақстанда оқуға түсу қиын, бірақ оқу оңай. Мына жақта керісінше, сенің оқитының өзіңе байланысты, сенің бағаларың өзіңе байланысты, сенің болашақта қай жерде жұмыс істейтінің өзіңе байланысты. Қазіргі таңда бірінші курстамын. Молынша көп оқуға, сапалы оқуға тырысып жатырмын. Маған мотивация беретін Сакарияда болған
қазақстандық студенттердің аға буындары. Олар өзінің білімі, өзінің трудолюбие дейді орысша. Соның арқасында Европаға кетіп, Erasmus, Freemover және басқа да бағдарламалармен біліктілігін жаңартып оқып келген болатын. Мен де солар сияқты кіші буын үлгі тұтатындай студент болғым келеді. Сол үшін қазір оқу үстіндеміз. Бір айына ішінде қанша қаражат кетеді үйге, тамаққа, жүріс-тұрысына? Студент үшін Түркияда жақсы жағдайлар жасалған, ол бойынша. Жылына, айына менде 80 мың теңге кетеді. Оның 40-ы пәтер үшін. Менікі двухкомнатный, бүкіл ішінде. Қалғаны жүріс-тұрысқа, оқуға, келіп кетуге кетіп қалады. Оқуға кетеді. Енді қандай кеңес бересің болашақ студенттерге? Болашақ студенттерге жалпы қай жерді таңдағанына байланысты емес, жалпы кеңес беретінім. Болашақ студенттерге, абитуриенттерге айтқым келетіні, Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтқандай, қазаққа басқадан кем болмасы үшін күшті болу керек, бай болу керек және білімді болу керек. Білім үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, ал күшті болу үшін денсаулық керек. Шетелге өзінің балаларын жіберудегі кездестірілетін екінші бір проблема, жасы кіші, әлі өмір көрмеген деп жібермей қояды көбінесе. Бірақ айтқым келетіні, менің жасым 17-де болғанына қарамастан, нар тәуекел етіп, шетелге, Түркия бауырлас мемлекетімізге келген болатындық. Жалпы мен ғана емес, менімен бірге 20 шақты қазақ келді. Барлығы да бір жастамыз. Ешқандай кемсітушілік немесе азап шегіп жатқан жоқпыз. Керісінше Түркия бізге оқу үшін көптеген жағдай жасауда. Мысалы, мына кітапхананың өзі 24/7 жұмыс істейді. Интернеті бар. Өте кітаптар ассортименті өте бай. Кітап ассортименті өте бай. Сабақ оқып, шаршап немесе жалыққан кезде кампусқа шығып серуендеуге немесе қала ортасына шығуға болады. Қаламыз студент қаласы деп айтуға келетіндей, өйткені Сакария университетінде 80 мың студент болса, жалпы Сакарияда тұрғын саны 1 миллион.